Армысыздар, аптаның біз айтуға сіз білуге тұрарлық басы жаңалықтарын түйіндейміз. Бұл Жүз Ньюс бүгін талқыға түсер тақырып мыналар. Қазақша дипломатия. Тоқаев Вашингтонға сапарлап, Трамп атындағы арнайы марапат тағайындауды ұсынды. Опық жегізер орынбасар, екі өңірдің әкімі орынбасарсыз қалды. Нығматулин дерісі бизнес империяға қандай қауіп төніп тұр? Шоу мен шу қазақстандық әншілерге оқылған үкім мен тағылған айып туралы айтамыз. Енді рет-ретімен Қасым-Жомарт Тоқаев бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысу үшін Вашингтонға сапарлады. Трамптың бастамасымен құрылған бұл ұйымның бюджетіне 9 мемлекет 7 миллиард доллардан астам қаржы бөліпті. Арасында Қазақстан да бар. Мұны Трамптың өзі айтты. Қазақстан ғажайып әрі бай мемлекет дегеніне қарағанда, біздің елдің бұл жомарттығы Трамптың көңіліне әбден жақса керек. Алғашқы жиында қазақ президенті Ақ үй басшысына майдай жағатын тағы бір ұсыныс айтты. Ол Дональд Трамп атындағы арнайы награданы бекітуді ұсынды. Бейбітшілікті ілгерілету ісіндегі ғаламат жетістіктеріне көрсеткен құрметіміз осы болсын депті Тоқаев қазақы дипломатияның қалыбына салып. Бейбітшілік кеңесі аясында президент Трамп атындағы арнайы награданы бекітуді ұсынамын. Бұл оның бейбітшілікті ілгерілету ісіндегі ғаламат жетістіктеріне көрсеткен құрметіміз болмақ. Сіздің тегеурінді әрі көреген басшылығыңызбен кеңес өзінің тарихи ізгі миссиясын абыроймен атқаратынына сенімдімін. Қазақстан Газаға әскер жіберуге дайын. Бұл туралы да мемлекет басшысы Вашингтондағы мінберден мәлімдеді. Оған қоса медициналық персонал мен бақылаушыларды да аттандыруға әзірлігін жариялады. Қазақстаннан бөлек әскери контингент жіберуге Албания, Индонезия, Косово және Марокко дайын екенін білдірді. Операцияны америкалық генерал-майор Джаспер Джефферс темірдей тәртіппен басқармақ. Әскердегі темірдей тәртіп бізге де жетіспей тұр. Осы аптада тағы бір сарбаз әскерде жүріп, әлімжеттік көрсе, тағы бірі қаза тапты. Қазақстан армиясынан апта сайын осындай қаралы хабар алатын болдық. Маңғыстаудағы Бейнеу полигонында сарбаз өліміне қатысты әскери басшылық жауынгер полигондағы жоспарлы жаттығу кезінде оқ тиіп көз жұмды деп хабарлады. Бас прокуратура бұл оқиғаға қатысты сотқа дейінгі тергеу амалы басталғанын айтты. Ал әскерде жүріп әлімжеттік көрген Есбол Қапар туыстарына өзін сержанттар темір затпен ұрғанын айтқан. Әнімні жағылдыр, сені мына жағын еттір, топ-томпақ әпәйбәт болған, мына жағылдыр салмағанда, тісін қарамдыр, ол сонда не деген, сұмдық мынау деген. Қалай армияға баланы жіберуге болады? Жағы сынған сарбазға 2 рет ота жасалды. Алайда әскери бөлімше бұл жайтты Қапардың туыстарынан жасырып, ота жасалғаннан кейін сарбазды белгісіз жерде ұстаған. Әскери полиция осы оқиғаға байланысты қылмыстық іс қозғап, кадрлық шешімдер қабылдадық деп мәлімдеді. Басшылық құрамындағы 4 лауазымды тұлға, яғни әскери бөлім командирі, оның тәрбие және идеологиялық жұмыс жөніндегі орынбасары, батальон командирі және рота командирі қызметтерінен босатылды. Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шығыс Қазақстан облысы әкімінің бірінші орынбасары Жақсылық Омарды тергеуді бастады. Осылайша 2-3 күннен бері ел арасында айтылып жүрген әңгіме расталды. Комитет істің мән-жайын ашып айтпай отыр, айтпаса да ішіміз сезеді. Бюджеттен 1 миллиард теңге бөлініп, жөнделіп кейін құлап қалған Шнайдер көпірі шығыстағы көп шенеуніктің түбіне жететін секілді. Осы оқиғадан соң облыс әкімі Сақтағанов жемқорлықтың алдын алу жөнінде құқық қорғау органдарымен бірнеше мәрте кеңес өткізген көрінеді. Ал орынбасарсыз қалған тағы бір әкім Құмар Ақсақалов. 49 жастағы Гүлбарам Мұсағазинаның есімі өңірдегі денсаулық сақтау саласындағы резонансты қылмыстық іспен байланыстырылады. Осы ретте орынбасары жемқорлықпен ұсталса, бірінші басшы отставкаға кету тиіс деген ескі ереже еске түсіп кете береді. Қазақ элитасының қол сұғылмайтын кланына айналған Нығматулиндер әулетінің 1-ден 3 мүшесіне қатысты қылмыстық іс тергелуде. Бұл жайында бас прокурордың орынбасары Ғалымжан Қойгелдиев хабарлады. Арғын Нығматулин Қарағанды облысындағы хоккей клубына бөлінген қаражатты жымқыру ісі бойынша іздеуде. Ерлан Нығматулинге қатысты қылмыстық іс тергелуде. Нұржан Нұрвановқа қатысты іс те қазір тергелуде. Біз Түркияға құқықтық көмек көрсету туралы сұрау жолдадық. Жауап күтіп отырмыз. Барлық қылмыстық істер қазір тергеу сатысында. Нығматулиндер әулетінің үлкен ағасы Арғын Нығматулин 10 жылдан астам Сарыарқа хоккей клубын басқарды. Осыдан 1 жыл бұрын бас прокуратура Қарағанды облысында хоккейді дамытуға бөлінген бюджет қаражатын жымқырды деп айыптап Арғын Нығматулинді іздеуге жариялаған. Жыл өтті, құрығы қысқарды ма, әйтеуір прокуратура әлі іздеп табар емес. Ал бұрынғы мәжіліс спикері Нұрлан Зайроллаұлының егізі Ерлан Нығматулиннің осы аптада 4 компаниядағы активтері бұғатталды. Оған қатысты тергеу амалдары
қарағандылық кәсіпкерлердің арызы бойынша басталған. Олардың айтуынша Нығматулин көлік компаниясы мен танымал брендтің дүкенін бопсалау арқылы тартып алған. Мәжілістің бұрынғы спикері Нұрлан Нығматулиннің үлкен ұлы Нұржан Нұрланов та тергеу нысанасына ілікті. Ал істің қозғалуына кәсіпкер Қанат Әміркиннің арызы себеп болған. Бизнесмен шенеуніктің ұлы Алатау Дорстрой компаниясын тартып алып, қоқаң-лоққы көрсетіп, қомақты ақша талап еткенін мәлімдеген. Қазіргі таңда бас прокуратура Түркия тарапына құқықтық көмек көрсету туралы сұрау салып, жауап күтіп отырмыз. Осы аптада отандық эстраданың 3 бірдей өкілінің есімі есірткі заттарына қатысты ел ішінде одан тысқары да қызу талқыланды. Соның бірі тыңдаған қазақтың рухын асқақтататын "Мен қазақпын" хитінің орындаушысы Ерболат Құдайберген наркодиспансерге жатқызылды. Ол 15 тәулік бойы дәрігерлердің бақылауында болады. Психотроптық заттан мәжбүрлі түрде емделетін тағы бір шоу-бизнес өкілі Қаракесек Бүркеншік атымен танымал 31 жастағы рэппер Омар Аманбаев. Осы аптада Ақтөбе соты оны есірткі сақтағаны үшін кінәлі деп таныды. Музыкант өзінің кінәсін мойындап, кешірім сұраған және 4 баласының барын айтып, бас бостандығынан айырмауды өтінген. Сот үкімі 100 сағаттық қоғамдық жұмыс және есірткіден мәжбүрлі ем. Бизнес-шоудағы тағы бір шу. Ресей Ганвест Бүркеншік атымен белгілі қазақстандық рэппер Руслан Гоминовты есірткі заттарын насихаттады деп айыптап, әкімшілік іс қозғады. Бұл туралы қауіпсіз интернет лигасының басшысы Екатерина Мизулина хабарлады. Ақтаулық рэппер бұл ескертуден соң 25 әнін қайта өңдейтінін мәлімдеді. Құрметті біздің оқырман, көрермен, егер елдің және жаһан жаңалықтарын бірінші болып біліп, тәуелсіз сарапшылардың ой мен пікірін тыңдағыңыз келсе, біздің сайтты оқып, Жүз медианың әлеуметтік желілеріне жазылып қойыңыз. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болғай, Жүз Ньюсте келесі жүздескенше жүзіміз жарқын болсын.